Бүгін жаңа күннің энергиясы келді. Қазір мен сіздерге суретін жіберейін. Көргендеріңіз бар шығар. Мына мен көзімді көрдім. Жалпы не болып жатыр? Сұрақтарыңыз өте көп екен. Бірінші сұрақ, бірдей санды көре берем. 11-11, 22-22, 33-33. Сағатқа қараса да, телефонға қараса да, не нәрсеге қараса да бірдей санды көретіндер көп. Екіншіден, кез келген нәрсені ұстаған кезде қолым тоғырады. Сондай ғой. Үшіншіден, түс көру. Көп адамға түсіне мен кіріп жатыр екенмін. Оны да айтты. Сосын бір адамдарда үй азайып кеткен. Керісінше кейбір адамдарда ұйқы көбейіп, бұрын ұйықтамайтын адам ұйықтай берем дейді. Бұның барлығы жаңа энергияның, жаңа дәуірдің келгенінің белгісі. Санаңыз қабылдай ма, қабылдамай ма, енді өз еркіңізде. Бірақ менің мақсатым, менің миссиям сіздерге жеткізу. Түсінікті етіп жеткізуге тырысамын. Логикалық сол жақ миыңызды алып қоя тұрыңыз уақытша. Ол одан кейін күресе ма, күреспей ма, ол да сіздің таңдауыңызда. Бірақ балық дәуірі толығымен кетті. Сіздер айтып жүрген ақыр заманның белгілері болып жатыр. Тәжал мен Мағдидің күресі деп отырғаны ақ пен қараның күресі, ескі дәуір мен жаңа дәуірдің күресі. Бірақ итеріп тұрып, жаңа дәуір келді және өзінің дегенін істетіп жатыр. Барлығымызды істетіп жатыр. Және бірінші біліңіз, неге сіз бірдей санды көре бересіз? 11-11, 22-22. Ерігіп жүрген ешкім жоқ. Сіздер ерігіп келген жоқсыздар. Осы дәуірде, дәл осы уақытта, переход уақытында жаңа дәуірдің жаңа энергиясын алып келу үшін, күресу үшін келіпсіздер. Ол 100% емес, 1000% көзім жетті. Өйткені біз нәзік әлеммен, яғни рухтар әлемі дейміз, немесе қазір мен ақиқат әлемі деп айтатын болдым. Сол жақпен тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Мені қуып кетті, адасты, неменеттағы сектант деп айтсаңыз, ол өзіңіздің еркіңіз. Бірақ маған айт деген нәрсені сіздерге айтып жатырмын. Қазақтың әу бастағы негізі қандай болды? Схемаға қарап қойыңыз, мінекей. Тәңіршілдік деген секта емес, дін, яғни тәңірге, дін емес, тәңірге сену, Құдайға сену, жаратушыға сену, былай жоғарыға қарау сену. Қазақтардың бұрынғы негізіне қайта ораламыз. Міне суғиғыш дәуірі екеуі теңеліп тұр. Бұған дейінгі міне дәуірлер не болды, қалай болды? Барлығы міне көрсетілген. Міне жоғарыға, міне тұп-тура міне неғып тұр, теңеліп тұр. Суғиғыш дәуірінде қайтадан соған ораламыз. Және екіншіден, сіздер қазір жүрген барлығыңыз бұрынғы қазақтың батырлары, әулие, әмбиелері қайтадан жерге туылып келген. Олар сіздер. Кімнің кім екенін нақты айтып жатыр. Исатай, Жәнібек туылуға дайын тұр. Батырлар жүр, Райымбек жүр, Махамбет жүр. Маған соңғы келген терапияға қыздар, солар барлық ақиқатты, барлық ақпаратты біліп жатырмыз. Қазақтарға тапсырма бірінші кезекте Кенесары туралы оқысын деді сіздерді. Кітапхананы, ұлттық кітапханаға барсын, кітаптарды ақтарсын. Ескі жасыл жұқа кітап бар, соны оқысын деді. Сосын Махамбет батыр, Жәнібек, Исатай,
қандай батырларымыз бар, солар туралы оқысын, мәлімет жинасын. Сол кезде сіздің қасыңыздағы неңіз бар ғой, қорғаушыңыз, сол сізге байланысқа шығатын болады. Бірдей санды көрсетіп, сізге не қылып жатқаны сол. Бірдей санды көріп, белгі беріп жатқаны сол. Қалайда сізбен байланыса алмай жатыр.